Роб Уокер есімді жігіт $129 бір заттар сатады. 200 сувенир дейді ғой, мындай бір сувенирлер болады ғой бір. Сөйтті де сосын бір жазушылар шақырып, бір жазып жүрген блогерлер шақырып айтыпты, осылардың әрқайсысына бір тарих жазыңдар деп. Мысалы, мына зат бұны жасаған пәленше, бұл мынандай материалдан жасалған, бұл мына жақта жасалған, мынандай қалада өндірілген деген сияқты тарихын жазыңдар, әрқайсысының қасына қоямын деп. Әр нәрсенің тарихы жазылғаннан кейін, жаңа 99 центке сатып алған бір кішкентай қарапайым аттың басын ол $62 95 центке сатады ғой. Сөйтіп ол жаңағы $129 сатып алған затының әрқайсысының тарихын жазғаннан кейін жалпы сомасы $8000 пайда табады. Бұдан шығатын қорытынды не? Кез келген нәрсенің, адамның, заттың тарихы болған кезде оның құны артады. Неге бізге үлкендер, бір білімді адамдар айтады ғой, тарихыңды біл, өткеніңді біл, кеткеніңді біл. Себебі сен сол кезде өзіңнің тарихыңды білген кезде сен орыс болғың келмейді, ағылшын болғың келмейді, сен таза қазақ болғың келеді, сенің бағаң артады. Сен өзіңнің менің артады, сен өзің тұлғаға айналасың. Демек, тарихты білу, өзіңнің тарихыңды, бұл өте маңызды.